Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге духовкада скумбрия балығының екі түрлі әдіспен жасалу түрін көрсететін боламын. Соңына шейін видеоны қарап, менімен бірге болыңыздар. Қатып тұрған екі балығымызды жақсылап жуып тазартып, керек емес қанаттарын кесіп алып тастаймыз. Және де артық суын қағазбен осылай сүртіп аламыз. Бірінші балықтың жасалу әдісінде осылай балықтың үстіңгі жағынан кесіп, сүйегін алып тастау қажет болады. Кейін осылай біркелкі бөліктерге бөлетін боламыз балықтың екі жағынан. Формамызға пергамент қағазымызды жайып, үстіне майымызды жақсылап жағамызда, осылай видеода көріп тұрғаныңыздай балықты орналастырып, осылай сыртынан ішіне қарай қайырып, балығымызды қоямыз. Ендігі кезекте балыққа жағатын соус дайындаймыз. 2 қасық горчица, үстіне 1 ас қасық майонез және де соевый соус құйып, жақсылап араластырамыз да балықтың үстіне жақсылап жағып шығамыз. Неке соусымызды біркелкі қылып жағып, келесі балықты жасау әдісіне көшетін боламыз. Бізге лимонның жартысы қажет болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай жіңішке бөліктерге бөліп аламыз. Балығымызды да осылай сүйегіне жеткізбей кесіп, біркелкі бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Ең бұрышты көріп тұрғандарыңыздай өте көп сеппейміз. Шым-шым бұрыш пен тұз сеуіп, осылай екі жағына жақсылап сеуіп шығамыз. Кесілген лимондарымызды балықтардың арасына осылай салып, фольгамен жақсылап ораймыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градус духовкамызда фольгамен 20 минут пісіріп, сонан соң фольганың бетін ашамыз да 10 минут тағы да духовкаға қойып қоямыз, беті қызарғанша. Мінекей біздің балықтарымыз дайын болды. Сіздерге де жасауға кеңес етемін. Видеоны соңына шейін қарағандарыңызға рахмет. Егер де менің видеом ұнаса, мені қолдап, каналыма тіркеліңіздер. Сіздермен болған Гүлдина. Келесі кездескенше сау болыңыздар.